әйелге мысалы үшін бірдеңе айту керек, бірдеңе кейде ұрсады. Сонда қазақ айтады, біздің қазақ атамыздың даналығын қараңдар. Әйеліңе балаң жоқ жерде ақылайды. Балаңа адам жоқ жерде ақылайды. Қараңыз, әйелін ұрсып баласының көзінше анау бол, мынау бол деп жатса, ана баланың көзінде ананың қадірі қандай болады? Әңгіме қайда жатыр? Ал енді баласы мен деген сезім бар, намыс бар, ар бар, жігер бар. Сол қалыптасып келе жатқанда басқа жұрттың алдында, көз алдында жерге салып, ұрысып жаңағыдай нетіп атса, онда қадір құрмет қала ма балада?